Ассалаумағалейкум достар аға. Мына сіздің балаңызға жасалған өгей әкесінің жасаған зорлық-зомбылықтары бойынша өзіңіздің шағымыңыз негізінде өзіңіздің рұқсатыңызбен осы ел білсін, халық білсін деген мақсатта келіп отырсыз ғой. Балаңызға кім қандай зорлық-зомбылық жасаған туралы сұхбат жүргізсек. Енді сіз айтыңызшы, бірінші сіздің балаңыз қанша жаста? Мектеп оқитын беді? Ол қандай жағдай болды? Біз оны әлеуметтік желілерден де сіздің айтқаннан кейін біз зерттеп көрдік. Балаңыз жоғалып кеткен, үйінен кетіп қалған жағдайлар болған. Неге кетіп қалған? Сіз қайда қарадыңыз? Сіз қайда болдыңыз? Бала кімнің қолында болды? Қандай зорлық-зомбылық әрекеттер жасалды? Осы туралы айтып беріңізші достар аға. Мен Шоғынбаев Достер Тәртіпбекович. Менің бірінші әйеліммен ажырасып кеткенмін. Екі балам сол бірінші әйелімде қолында былтыр 24 жылы 9 тамыз күні екінші балам үйден шығып кеткен. Ол хабарды мен 11 күні естіттім, 2 күннен кейін баламның жоғалып кеткенін. 2 күннен кейін хабар Мәделбадан емес, бөлек біреуден естіттім. Сөйтіп роботаға барып іздеу салып, сол сайын бәрін іздедік. Сайталарын бәрін іздедік. Балаңызды іздедіңіз? Балаңыз сізбен тұратын бері? Мәделба Гүлмира менің бірінші әйеліммен тұрады. Бірінші әйеліңізбен тұрады, сізбен тұрмай? Жоқ, менімен емес. Бірінші әйеліммен тұрады. Сол жауапты. Содан екінші күні маған хабар келді. 2 күннен кейін хабар келді. Балаңыз жоқ, іздеу саласық деп. Содан мен роботаға бардым. Роботаға барсам, іздестіріп жатыр екен. Сол сайталарын іздедік. Полиция қызметкерлер іздеді, мұғалімдер іздеді, кәдімгі қарапайым кісілер іздестіріп көмек берді. Бір аптадан кейін асылан балам сол сайдан табылды. Бір апта іздедік. 15 күні табылды менің балам. Балам табылды. Қайда екен балаңыз? Балам сайда. Сол үйдің сайына түсіп кеткен. Балам қорыққан, айтуы бойынша сол сайда бал бағып жүрген бір кісі тауып алды. Сол кісі маған хабар берді. Бір күн бұрын сол сайдан іздеп өткенбіз. Сол кісіге мен телефонымды тастап кеткен. Сол кісі маған хабар берді. Демек, тоқтам достар аға, нақтылап кетейік те, қоғамға елге түсінікті болу үшін. Балаңыз сонда 2 күн бойы көшеде жатқан ба? Бір апта сайда жатқан. Бір апта сайдың ішінде тал, адам қорқады, сол сайда жатқан. Бір апта. Баламның айтуы бойынша қалай қоректенді деп сұрасаңыздар. Не жеп ішкен бір апта бойы? Күндіз кісілер үйлерінде болмайды, жұмысқа кетіп қалады. Нарлар болады ғой. Нарда шай ішеді, тамақ ішеді, сөйледі, қалған құтқан қатқан нандарды жеп бір апта сөйледі, күн көрген. Қалдық тамақ жеген? Қатқан нандарды жеп сөйледі, күн көрген. Сол сайдан бір күн бұрын өткенде бір мал бағып жүрген кісіге мен телефонын тастап кеткен, осында балам жоқ, танисың ба деп. Ол кісі айтты, танимын деді. Бір аптадан кейін маған звонок келді. Жаңағы малшы бала звонок етті, балаңыз табылды, келіңіз деп. Мен бірінші участковойға хабар бердім. Осы балам табылды, сойға бара беріңіздер деп. Роботаға хабар бердім, сол милициялармен топталып, сол сайға түсіп, барсақ, сол сайда малшы мен балам ұстап отыр екен, тауып алыпты. Ол кісіге рахмет, Ержан деген кісі. Содан роботың кісілері роботаға әкеліп, сөйледі баламнан сұрады. Не үшін үйден қашып кетесің деп, не үшін кеттің деп. Баламның жауабы, Жанталиев, менің бірінші әйелімнің күйеуі Жанталиев ұрып соққан, зомбылық көрсеткен. Өгей әкесі ұрып соққан ғой? Өгей әкесі Жанталиев ұрып соққан, күн бермеген, азанда тұрғызып, малдың астын тазалатқан. Менің 2 балам сарайда жатқан ғой. Сарай болғанда жаңағы фазилдада мал жататын жерде жатқан ғой? Бір шетінде мал қора, соның бір шетінде астарына кардон төсеп, үстерінде бір әйтеуір жұқа нәрсені алып, қар жауғанша сол жерде жатқан, үйлеріне кіргізбеген. Баламның айтуы бойынша. Ол 2 баламның қарны ашқан. Сол кезде қарны ашқанда көкналарын құлтап тастаған. Сол жерге барып
айдеген талқандап кіріп ішіне тамақ алуға кірмеймін. Соны көріп қойса, көріп қойып Жанталиев менің екі баламды ұрып соғып погребке қамап тастаған. 2 сутка погребте жатқан, аяқ қолын скотчпен ораған, аузын скотчпен ораған, 2 сутка жатып, туалетке де жібермеген, су да ішпеген, тамақ та ішпеген. 2 сутка жатып, сөйтіп жатқан, 2 суткадан кейін шығарған. Оны погребке қамап атқанда, Жанталиев қамап атқанда, менің бірінші әйелім Мәденова қарап тұрып, менің балаларыма араша түспеген, ажыратпаған, маған қамап атсың ал. Біліп көріп жүрген дейсіз ғой. Көрген, түсіріп атқанын көрген, погребке маған қамап атсың деп араша түспеген, балаларына көмектеспеген. Өзінің туған баласы ғой. Туған баласы көмектеспеген, сол баламның айтуы бойынша. Сол осынау соның бәрін зерделей келе, баламның айтуы бойынша полициялардың бәрі тексеріп, тергеп сөйлеген бәрі, балам бәрін көрсетті тергеушіге. Полицияларға тексеріп, не болғандарын көрсетті, сарайда жасардың жерін көрсетті, погребке қамағанын көрсетті, қай жерде ұрған соққанын көрсетті. Сол зорлық-зомбылыққа шыдамай, балам үйден кетіп қалғанын айтқан. Соны Жуалы ауданының соты, соның бәрін зерделей келе, соның бәрі дәлелденді. Көзбен көрініп тұр, дәлелденді, ұрған соққанның бәріне дәлелденді. Сол бойынша Жанталиевке 4 жыл бас бостандығынан айырды. Жуалы ауданының соты. Ол енді кетті, сотқа кетті. Демек, ол жерде сот Абуев деген судья осындай әділ шешім шығарған ғой. Әділ шешім. Жуалда. Яғни балаңыздың ауызбен жаңа сіз айтып өткен зорлық-зомбылық әрекеттері сот барысында анықталып, өз дәлелін тауып, сот үкімі оқылды, шығарылды, иә? Үкімі шығарылды. 4 жылға сотталды, Жанталиев. Қамады, иә? Бәрі дәлелденгеннен кейін қамалды, 4 жылға қамалды. Одан кейін, қамалғаннан кейін, Мәденова Гүлмира, менің бірінші әйелім, операцияға берді. Тараз қаласында. Облыс сотқа берді. Облыс сотқа берді. Үкіммен келіспеді олар. Үкіммен келіспей, операцияға берді, бұларға келіспейміз деп. Содан Тараз қаласының соты менің баламның жаңағы қорланған, зорланғандарын ескермей, Жанталиевті босатып жіберді. 110 баппен сотталған Жанталиевті қалалық сот, облыс соты 110 баппен сотталған Жанталиевті 109 бапқа ауыстырып, Жанталиевті босатып жіберді. Бірақ ақталған жоқ қой. Ақталған жоқ. Біз ана әлеуметтік желілерде көріп жатырмыз ғой, ақталды деген жазбалар таралды ғой. Жоқ, ақталған жоқ. Ақталмады. Ақталған жоқ. Бірақ ол жаңағы басқа бапқа ауыстырып, жеңіл жазамен оны қамау жазасынан босатты ма сонда? Қамау жазасынан босатты. 110 мен сотталған адам 109-ға ауыстырып, босатып жіберді Жанталиевті. Қазір бостандықта жүр. Достар аға, айтыңызшы, сіздің бұрынғы келіншегіңіз, яғни сіздің балаңыздың анасы Жуалы аудандық білім бөлімінде жұмыс жасайды, лауазымды тұлға дейді ғой, ол қаншалықты рас? Ол рас. Жуалы ауданы білім бөлімінің заңы болып жұмыс істейді. Оның менің баламды ұрып атқанда ажыратпаған анасы, ол білім бөлімінде қалай жұмыс істеп атқанын мен түсінбеймін. Менің балам 9 класты оқымаған. Менің баламды мектепке жібермеген. Үй тірлігіне жұмыс істеткен, бала қаратқан. Мен Мыңбұлақ директорына айтып қойған. Мен өзім жауап берем, мен балам сабаққа бармайды деп айтып қойған болды. Директордың өзі сөйтіп айтып қойған болды ғой. Енді достарға бізде осындай сұрақ кеп туындайды да, осындайда. Білім бөлімінде қызмет жасайтын келіншегіңіз өзінің баласына осындай аяушылық танытпаса, демек ол бүкіл аудандық мектептегі халықтың баласына жаны ашымайды деген бір ойлар келеді. Енді осы мәселе бойынша құзырлы мекемелер, мемлекеттік органдар, яғни сот, немесе прокурорлар
Олар сол келіншегіңізге қандай да бір шара көрді ме? Бұл Мәдина Гүлмира өз баласында жаны ашымаған, елдің баласында жаны ашиды деп ойламаймын. Сөзін ашығын айтқанда, оның үстіне қарап атқан ешкім жоқ. Қанша рет үстінен арыз жазылып жатыр, білім бөлімінде әлі жұмыс істеп жүр. Ол сөйтіп жұмыс істеуге лайықты емес. Ол өз баласына жаны ашымаған, елдің баласына жаны ашымайды. Енді оған шара көретін мекемелер бар ғой, оны сізбен біз шешпейміз. Бірақ сіз айтыңызшы, осы балаңызды ұрып соғып, өгей әкесі зорлық зомбылық әрекеттерін жасап жатса, ол бірінші сот сатысында өзінің дәлелін тауып жатты деп Абуев деген судья оны жаңағы құттықтауға берсе, енді апелляция жеңіл жазамен ауыстырып, басқа баппен оны босатып отыр ғой, енді біздің түсінгеніміз. Енді сол келіншегіңіз өгей әкесі ұрып соққан кезде анау қаралмады деп жатсыз ғой, ажыратпаған, балаға араша түспеген. Енді сол келіншегіңізге қандай да бір сот тарапынан жекеше қаулы шығып, немесе қандай да бір оған да бір шара көру мәселесі қаралды ма, қаралмады ма? Хабарыңыз бар ма? Балаларымды азаптап, ұрған, соққан, баламды растворға басын тығып ұрған, аш қалдырған, тамақ бермеген. Қандай растворға басын тыққан? Стройка істеп жатқанда, раствор илеп жатқанда бір жер дұрыс болмаған, сол кезде жантайып, қолына түскен нәрсені ұрып, соғып, баламды ұрып құлатқан, сөзін ашығын айтқанда. Әбден қинаған, тамақ бермеген, сөзін ашығын айтқанда. Соңында Мәдина сол растворға басын тыққан ба кейін? Аха. Жаңа раствор деген ол лай ма, цемент? Лай ғой, стройка жасап жатқан жер ғой осы. Соған басын тыққан ба? Жақсылап үйренген үшін соған басын тығып, мына дұрыс істемедің деп ұрған. Мен баламды қинаған, ұрған, соққан, аш қалдырған. Мынау балам бірдеңені дұрыс істемей қалса, Мәденова Жанталиевке айтқан, мынау маған тіл алмайды деп, менің балаларымды Жанталиевке ұрғызған. Анасы ұрғызған? Анасы ұрғызған. Сөзін ашығын айтқан кезде. Маған мен айтқанымды істемейді деп айтқан Жанталиев менің екі баламды ұрған әбден, соққан. Мен соңында демек бұл араша түсудің орнына өзі анасы ұрғызып отырған болып тұр ғой, иә? Араша түспейді, балаларына жаны ашымайды. Қайта Жанталиевке өзінің байына мен балаларды ұрғызған. Мына дүниені дұрыс істемейсің деп, тапсырып есе соны жақсылап істемейсің деп әбден ұрғызған. Мәденова Жанталиевке әбден ұрғызған мен. Әрі тамақ бермеген. Тамақ бермеген, аш, сөзін ашығын айтқан кезде. Енді осыларда араша түспеген анасына сот тарапынан қандай да бір жаза көріп, тексер, қара, жаза көрді ме, біраз әрекет болды ма? Иә, қаулы шықты, ары рободыға жаңағы қағазы барды, ары рободы даканса қарап жатқан жоқ. Анау анасының әрекетсіздігі, баласын араша түспеген үшін анасын да жауапкершілігін қараңдар деп полицияға жіберді ғой. Полицияға жіберді, оны полиция жақсылап қарап жатқан жоқ. Соны даканса қарап. Қанша уақыт болды оны бергенде? Даканса қаулды өтінемін, сөзін ашығын айтқан кезде. Шамамен қанша болды полицияға жібергенде, жаңағы қаулы дегенде? Қаулы дегенде бір жаңағы қарасын, тексерсін, анасын да. Точно есімде жоқ енді. Шамамен. Біраз уақыт болды, соны қарамай жатыр, соны қарас екен деп өзім неғып жатырмын. Қараусын қалдырмаса деп тұрмын, қарасын соны. Көп болды оны. Полицейлерден әлі күнге дейін жауап жоқ қой? Жауап жоқ, соны күтіп отырмыз. Ертең қарасын деп айтып отырмыз соны. Мен тағы да бір сұрағым келгені, мына сіздің мәселелер бойынша қазір мына жазған шағымдарыңыз, бізге айтып жатқан уәждеріңіз, келтірілген дәлелдеріңіз, сот актілері құжаттарын таныса келе, бізде тағы сұрақ туындайды. Мынау ауданда сізді де соттап, сотқа беріп, сізбен де қандай да бір бейне жазбалар таралған сіз туралы. Бір блогер дейді ма, заңгер дейді ма, ол сізді бейне жазбаға түсіріп, сіз оны сотқа берген, сондай бір жанжалдар ақпарат көздерінде әлеуметтік желілерде таралды. Осы мәселе үшін тоқталыңызшы, себебі бұл жерде сол заңгерлер сіздің мемлекеттік мекемеде жұмыс жасайтын келіншегіңізбен бірге жұмыс жасап жатыр деген уәждер келтіріліп жатыр. Ол кім?
және ол кандай іс-әрекет жасады сізге қатысты? Мәденова Гүлмира менің артымнан Ерлан Орман деген шын аты Қайрат Тәжібаев деген блогерді менің артыма салды. Мен машина айдап жүрген артымнан салып, менің артыма түсіп, машина не айдайсың деп, мені мазамды алды көшеде. Ол мәселе ол мылыса емес. Мен ол кісіге тоқтамайым да, хабарласпайым да, не қылмайым да. Полиция сияқты сізді тоқтатып, Мені тоқтатып, маған жаман сөздер айтып, намысыма тиетін сөздер айтты. Мен ол кісіні танымайым да, блогер екенін. Содан кейін сіз сотқа бердіңіз оны? Одан кейін мен ол блогерді кейін біліп, ол Ерлан Орманды мен Қайрат Тәжібаев екенін біліп, оны сотқа бердім. Менің артымнан алуға оның парабас жоқ екенін айттым. Оның үстіне бір жасанды атпен, бүркеншек атпен таныстырып жүрген бе сонда? Оның Ерлан Орман деген әшейін кличкасы, оның шын аты Қайрат Тәжібаев екенін кейін білдім мен. Содан кейін шағымдандыңыз, Содан кейін шағымдандым. Мен артымнан аңлайтын ол кім? Мүмкін бөтен адам, мүмкін машинадан түсіп тоқтаса мен пышақтап өлтіріп берейін деп, мен оны танымаймын. Оған бір зұлымдық жасайтын адам шығар, мен енді танымаймын. жол патрульдік полициясы емес қой, сіз Мысалы болса мен түсіп жолға үстінде формасы болмады ма ол кісі? Формасы жоқ, гражданский адам, бірақ оны бірінші рет көрдім сол жерде. Жарайды, сіз оны сотқа бердіңіз, солай ма? Бердім. Сотта кім жеңді? Сотта біз жеңдік енді, сөздің ашығын айтқанда. Біз жеңдік енді, сөздің ашығын айтқанда. Оған штраф салды, мен қаматуға дейін апарай деген, ол қамамады, тек қана сол штрафпен құтылды. Айыппұл салып, оны іс-әрекетін заңсыз деп таныды ғой? Заңсыз деп таныды, бірақ оны біз жеңдік, сөздің ашығын айтқанда. Біздіңкі жеңіс болды. Сөздің ашығы. Енді сіз қазір мынау балаңызға жасалған іс-әрекеттерді мынау сот бірінші сатыдағы үкімдегілерді оқып отырып, шын айтқанда адам ретінде денен түршігіп отыр. Мына сіздің балаңызды қанша дегенмен ол бала ғой өгей болса да, көшеде жатып, мал қорада жатып, адамнан қалған тамақты жеп, енді сондай бір сұмдық нәрселер жазылған мынау сіз ұсынған құжаттарда. Осы мәселе бойынша апелляциялық сот жаңағы қамау жазасын берілген сотталған азаматқа, яғни оның өгей әкесіне жеңіл жазаға ауыстырып, оны қамаудан босатты. Алайда ол ақталған жоқ әрине, солай ғой? Ақталған жоқ. Енді сіз кімге қандай уәж айтасыз? Бұл сіздің ойыңызша әділ шешім бе жоқ па апелляциялық соттың? Және қандай әрекетке бармақсыз? Мен апелляциялық сот әділ шешім болмады. Бұрып жүрді, сөздің ашығын айтқан кезде 110-шы бапты 109-ға бұрып жүрді деген бұл. Любой дүниенің көзбен көрініп тұрған нәрсе бұл, 4 жылға сотталған адамды бостандыққа жібермеу керек еді. До конца қамау керек еді, сол менің уәжім. Әлі де қамау керек, сөздің ашығын айтқанда. Ол жазасын өтеу керек. Кассациялық сотқа шағымданасыздар ма? Кассациялық сотқа шағымданамыз. Үмітіңіз бар ғой? Үмітім бар, до конца барамыз біз. Рахмет аға сізге үлкен.